Амансыз ба менің алтын оқырманым? Сіздермен психолог-терапевт, расстановщик Алтын Каникар. Бүгін мен сіздерге тез ақша әкелетін үш әдемі расстановканы айтып бергім келіп тұр. Жалпы үлкен ақшаға шыға алмай жүрген болсаңыз, үнемі ақшадан проблема бола беретін болса, ақша тауып бастайсыз, бірақ не берекесі жоқ, не қолыңызда тұрмайды, сосын ақша келу қиын болатын болса, осы мен айтқан үш техниканы ақырын бірінен кейін бірін жасаңыз. Асықпаңыз. Ең бастысы, екіншісі сеніңіз, жай ғана сеніңіз. Ең бірінші, маған неге ақша келмей тұр деген сұраққа жауап алу үшін 16 ассоциация техникасын жасайық. Ол үшін сізге ақ парақ керек, және де қаламсап керек. Тыныш жерге жалғыз өзіңіз отырып алыңыз. Себебі сіздің бүкіл сұрақтарыңыздың жауабы сіздің түп санаңызда. Ал ол бүгіде біреу отырса қасыңызда, бөтен адам отырса ашылмайды, айтпайды. Сондықтан өзіңізді қопару үшін жалғыз оңаша қалғаныңыз дұрыс болады. Кеттік онда. Бірінші, А4 қағазға маған ақша неге келмей тұр, немесе менің ақшамды не ұстап тұр деген сияқты нақты сұрағыңызды жазып алыңыз. Содан кейін еш ойламай, еш ой қоспай, бірден осы сұраққа қатысты, ақшаға қатысты 16 сөз тіркесін жазып шығыңыз. Бірінен кейін бірін. 1, 2, 3, 4, 5 деп мысалы. Ақшаға қатысты, ақша қиын келеді, ақша қолдың кірі, ақша бітіп қалады, менде ақша көп болған қалайым деген сияқты. Деньги это работа, деньги это власть, деньги это деген сияқты быттырлатып 16 сөзді жазып шығыңыз. Мына жерге. Жазып болғаннан кейін сәл уақыт пауза алыңыз. Терең демалып, терең дем шығарып алыңыз. Енді осы 16 жазылған сөзді әрқайсысын екі-екіден біріктіріңіз. Бір мен екіні біріктіріңіз. Соны біріктірген кезде қандай ассоциация келеді? Мысалы, бірінші сөзіңіз сіздің ақша қолдың кірі, екінші сөзіңіз көп ақша табу қиын деген сөз тұрған шығар. Осы екеуін біріктірген кезде сізге қандай ассоциация келді? Мысалы, осы сөзді мамам жиі айтатын, немесе бұл сөзді мен әкемнен естігем деген сияқты жазасыз. Яғни алдыңғы екі сөзді бір-бірімен біріктіріп, сіз жаңа бір ассоциация аласыз. Сонда 16-дан әрқайсысын біріктіргенде сізде жаңадан 8 ассоциация пайда болады. Енді осы 8 сөзді тағы да бір-бірімен біріктіріңіз. Бірақ бұл жолы біріктіріп жатқан кезде не сезетін сезіміңізді жазыңыз. Мысалы, сіздің бірінші сөзіңіз, бұл сөзді папам жиі айтатын. Екінші сөзіңіз, ақша маған қиын келеді деген болса, осы екеуін біріктірген кезде не сезесіз? Мен қорқыныш сезем. Немесе осы екеуін біріктірген кезде менің ішімде ақшаға қатысты ақшадан қашу деген сезім пайда болды деп сезіміңіз жазасыз. Сөйтіп сізде 8 ассоциациядан жаңадан 4 пайда болады. Осы 4-ін енді екі-екіден біріктіріңіз. Бұл жолы мына бастапқы қойған сұрағыңыздың ең негізгі тамыры осы жерде жатыр. Екіден біріктіріп, 4-ті біріктіріп, 2 сөз алған кезде сізде мынандай сұраққа жауап шығу керек. Не үшін мен ақша таппай тұрмын деп сұрақ қойып біріктіресіз. Содан кейін сізде 2 сөз тіркесі қалады, 2, 1, 2 деп. Сол екеуін тағы да соңғы рет біріктірген кезде бұл маған не береді деген сұрақ қоясыз. Сол кезде сізге ақша неге келмей тұрған жауабы тарс етіп шығады. Беріліп, сеніп, тура мен айтқандай істеп шықсаңыз, міндетті түрде ақша сізге неге келмей тұрған жауабын аласыз. Осы жауапты ақ қағазға жазып алыңыз. Маған ақша мен өзімді проявлять етпей тұрғандықтан келмей тұр. Маған ақша мен өзіме сенбегендіктен келмей тұр деген жауап жазып алыңыз да. Осы жерде келесі техниканы жасаңыз. Бұл алғыс айту техникасы. Гавайлық шаман әйелдің ойлап тапқан техникасы Хо'опонопоно деп аталатын техника. Дәл сіздің өміріңізде болып жатқан заттың барлығын сіз өзіңіздің ойыңызбен шақырып алғансыз. Былай айтқанда, ресторанға барғанда сіз не жейсіз, не тапсырыс бердіңіз, соны жейсіз. Тура сол сияқты өмірде де все, что с вами происходит, оно заказано было вами. Сіздің тапсырыстарыңыз. Сондықтан Аллаға айтасыз: я раббым Аллам, осы өмірімде болып жатқан бүкіл дүниені мен өзімнің ойыммен, қорқыныштарыммен, үрейіммен, қалауыммен бессознательно түсінбей шақырып алған екенмін. Соның барлығына қатты өкінем. Қарызды да, қиналуды да, ақшасыздықты да мен өзім шақырып алғанмын. Сол үшін қатты өкінем, Аллахым, мені кешірші
дейсіз. Осыны маған түсіндіріп беріп отырғаның үшін саған үлкен рахметімді айтам. Алғысым шексіз, мен сені жақсы көрем дейсіз. Бірінші жағдайда мен осы нәрсенің бәрін өзім тапсырып шақырып алғам екен деп айту арқылы сіз өзіңіздің қалауыңыздың иесі екендігіңізді Алланың алдында мойындайсыз. Бұл сіздің жолыңызды бірден ашады. Екінші, өкінем деп айту арқылы сіз өзіңіздің қателескендігіңізді және де дұрыс емес жолда тұрғаныңызды айту арқылы Алладан мейірім аласыз. Үшінші, оған алғыс айту арқылы оның назарын өзіңізге аударасыз. Мен сені жақсы көрем деу арқылы оның бір бөлігі екендігіңізді мойындап, барлық жақсы дүниеге, үлкен ақшаға лайық екендігіңізді көрсетіп бересіз. Бұдан кейін Аллах Тағала берекеттің есігін өзі ашады. Енді үшінші заключительный техника, қорытынды техника, тыныш жерде қағазыңызды бәрін сырып қойып, жеңіл, терең демалып аласыз да, демалып болғаннан кейін аяқтарыңыз, табандарыңыз жерді сезіп тұратындай қоясыз. Әдемі бір жұмсақ музыка қойсаңыз да болады. Сөйтесіз да миыңызға жаңа ғана қоқыстан тазарған, жаңа ғана ақша келмей тұрған себепті білген, осознанияға келген, тіріліп алған миыңызға магнетизм қасиетін қосып бересіз, яғни тарту қабілетін ашып бересіз. Ол үшін не істейсіз? Көзіңізді жұмасыз да Каспи голдыңыздың, Каспи приложениеңізге тыңқ етіп, қалаған суммаңыздың 100 мың, 50 мың, 500 мың, миллион деген тарс етіп түсіп, уведомление келгенін телефонның жоғары жағында сол картинканы елестетесіз да, сол дауысты естуге тырысасыз. Дәл осы күйде кем дегенде 1,5-3 минут отырыңыз. Бәрін аяқтап болғаннан кейін Аллаға рахметіңізді айтып, қаласаңыз салауат айтыңыз, өзіңізге рахметіңізді айтыңыз, денеңізді қолыңызбен сипау арқылы. Сөйтіп, бұл шаруа туралы ұмытып кетіңіз. Нәтиже міндетті түрде сізді қуантатын болады. Нәтиже алып қуанып жатқан кезде бізбен хабарласыңыз, дайректке жазыңыз, осында комментарий жазсаңыз болады. Менің алтын досым, сен жаңа ғана керемет терапиялық техникалар жасап шықтың. Білесің ба, бұл техникалар міндетті түрде сені нәтижеге алып келеді. Себебі осы техникалар менің өзім атты ақша терапиясына арналған курсымның 5%. Осы курстағы техникаларды жасаған тура сен сияқты менің оқушыларым үлкен-үлкен нәтижелерге жетіп жатыр. Солардың ішінде бәлкім мына кісілерді танитын шығарсың. Зарина Нұржанова, белгілі блогер, маған келген кезде менде үнемі тревога жүреді. Ақша тапқан бетте мен қорқып бастаймын, үлкен ақшаға шыға алмай жатырмын деп келді. Сөйтіп, осы платформадағы, яғни менің курсымдағы 6 техниканы жасау арқылы 1 жылда 3 көлік алып тастады. Соның бірін мамасына сыйлыққа тартты. Және де өзінің авторлық күнделігін жасап шықты. Сонымен қатар үлкен шетелдік брендтерден сотрудничествоға, кәдімгідей келісімшартқа отырып ұсыныстар түсіп жатыр. Келесі оқушым Раушан Аққұл деген кісі 30 жыл бойы бір салада жұмыс істеген, 500 мыңнан артық табыс таппаймын, мен әлі үй алған жоқпын, жасым 52-де деп келді. Терапияларды жасағаннан кейін ол кісі 160 миллион теңге табыс тауып 4 айда өзінің армандаған квартирасын наличкаға сатып алды. Және де ең ғажабы өзіне деген және өзінің өніміне деген сенімділік пайда болып, 350 мың теңгеге әзер өткізіп жүрген өнімін 1 миллионға көтеріп, ай сайын 40 оқушыдан жинап, қазір Қазақстанда космоэнергетик ретінде танымал болып кетті. Бар болған 4 айда. Келесі оқушым тіпті керемет ускоренный результат көрсетті. Айнұр Серікқызы деген ақтөбелік оқушым, 6 баласы бар, көп балалы ана, массажбен енді ғана айналып бастасып жатқан, табысы 500 мың теңгеге әзер жететін, 500 мың теңге табыс тапсам ғой алтын ханым деп келген. Сөйтіп, платформаны ашып берем, терапиялық техниканың екеуін ғана жасайды да, ол кісі 2 айдың ішінде өзінің армандаған қыздары, балалары армандаған үйін алады. Оған дейін ол кісі дачада 2 бөлмелі үйде, жер үйде тұрып жатқан 3-комнатный квартирасын алды. Және де осы жолы цифрына дейін айтып берді ғой, 1,672 мың теңге табыс таптым бір айдың ішінде деп. Бұл кісілер неліктен осында тез нәтижеге жетіп қойып жатыр? Себебі курстың ішінде аудио техника бар. Сен тыңдасаң болды. Сенің жұмысың тыңдау. Жазып, сызып істемейсің. Бар болғаны сеніп, сезініп тыңдап шығатын нейропсихологиялық аудио техникалар бар. Соларды тыңдайсың. Техникалардың саны 14 ақ техника. 6-7 техникада бірден нәтижеге де жетіп қоюға болады.
қалған 10 подкаст саған бұл техникалардан кейін қалай өзің ұстау керексің, жалпы оның ішінде не айтылды деген түсіндіріп береді. Бар болғаны құлағыңа наушникті саласың да техникаларды тыңдайсың. Болды, басқа ештеңе істемей-ақ қой. Аудиотехникалар перепрошивканы басыңдағы программаларды өздері өзгертіп шығады. Ойың өзгерсе, санаңдағы программа өзгерсе, өмірің міндетті түрде өзгереді, жаңағындай нәтижелер аласың. Курс туралы толық ақпарат білгің келсе, мына жерге сілтеме қойып қойдым. Соны баста, алып ал, өтіп шық. Неліктен сен де нәтижеге жетіп, өміріңді өзгертіп, ана менің айтқан оқушыларым сияқты бақытты болмасқа. Мен сені курста күтем. Кел міндетті түрде.